Сәлеметсіздер ма? Мен Балдырған тобынан Аяла Омарбекпін. Абай атамыздың күздік өлеңін айтып береміз. Сұр бұлт түсі суық қаптайды аспан, күз болып дымқыл тұман жерді басқан. Білмеймін тойғаныма, тоңғаныма, жыл қойнап бие қашқан, тай жарысқан. Жасылышып бәйше шек жоқ бұрынғыдай, жастар күлмес, жүгірмес, бала шулайды. Қайырлышы шал кемпірдей түсі кетіп, жапырағынан айрылған ағаш қурай. Кемпір-шал құржан қағып бала бүрсең, көңілсіз қара суық қырда жүрсең, кемік сүйек су сорпа болмаған соң, үйде ит жоқ тышқан аулап қайда көрсең. Күзеу тозған оты жоқ елдің маңы, тұман болар жел соқса шаң тозаңы. От жақпаған үйінің күйі қашып, ыстан қорыққан қазақтың құрсын заңы. Назарыңызға рахмет.